Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен брокколиден өте дәмді болып шығатын салат дайындайтын боламыз. Барлық ингредиенттерді толықтай астына жазып қоятын боламын. Ең алдымен тауық филесін тура видеодағыдай соломка түрінде турап аламыз. Одан соң үстінен соевый соус, тұз және чеснок теркадан өткізіп араластырамыз. Одан соң 20 минут шамасында маринадтап қойып қойсаңыздар болады, немесе бірден қойып қоймай 20 минут шамасында шағындап май құйып табаға қуырып аламыз. Тауық филесі табамызда қуырылып жатыр. Біз тура видеодағыдай осылай брокколиді бөліп аламыз. Егер осындай брокколи болса, бір-екі рет тұз суға жуып аламыз, одан соң 5 минуттай қайнатып аламыз суға. Егер замороженный болса, брокколи болса, қайнаған суға 5 минуттай салып аламыз. Тауық филесін 20 минуттай осылай қуырып алдық, аздап суымен бірге салып алдым ыдысқа. Одан соң сладкий перец, менде сары және қызыл түсті, тура видеодағыдай осылай соломка түрінде турап аламыз. Одан соң үстінен дайын корейский салатымызды қосамыз. Брокколиді 5 минуттай қайнатып, одан соң салқын суға салып алдым. Және де үстінен қосып осылай тура видеодағыдай араластырып аламыз. Одан соң черри помидорларын осылай тура видеодағыдай бөліп қосамыз. Егер мөлшері кішкентай болса, тек 2-ге бөліп қоссаңыздар болады. Мен видеода көргендеріңіздей 4-ге бөліп қостым. Одан соң осылай тура видеодағыдай араластырып аламыз. Ыдыстарыңыздың үлкендігіне немесе кішкентайлығына байланысты. Жалпы менде тура видеодағыдай ыдыс болса, онда 3-4 жерге қоюға жеткілікті. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Бір жасағаннан ақ дәмді болып шығады. Ешқандай майонезсіз көріп тұрғандарыңыздай. Келесі видеода көріскенше сау саламатты болыңыздар.